Бәріңе сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен English Plus-тың 18-ші бетіндегі People and Places деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, каналға подписаться ет, комментарийде 100 комментарий және 10 мың подписчик болғанда менің сендерге берер көрсетер сыйлығым бар. Комментарийге рахмет деп жазыңдар. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмада мына жерде берілген суреттерді жазуымыз қажет. Әрине бірде city, қала болады, екіде family, отбасы, үште person, адам, төртте woman, әйел адам, бесте house, үй, алтыда country, мемлекет, және жетіде man, ер адам. Түсінікті болып жатыр ма балалар? Каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Сонымен екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады write this sentence. Мына сөйлемдерді жазуымыз қажет екен. Бастадық. Біріншіде there are 5 houses, бұл жерде бар 5 үйлер. There are 3 families, бұл жерде бар 3 отбасылар. There are 6 children, бұл жерде бар 6 балалар. There are 8 people, бұл жерде бар 8 адамдар. There are 2 cities, бұл жерде бар 2 қалалар. 6-да there are 4 women, бұл жерде бар 4 әйел адамдар. Және 7-де there are 7 babies, бұл жерде бар 7 сәбилер. Үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады correct the sentence, яғни сөйлемді дұрыстауымыз қажет. Көпше тұрды жекешеге ауыстырып, жекешені көпшеге ауыстыруымыз қажет. Сонымен бірде айтады there are 20 children in my class. Менің сыныбымда, бұл жерде бар 20 оқушы менің сыныбымда. Байқоңыр and Петропавл are interesting cities. Байқоңыр мен Петропавл қызықты қалалар. There are 11 men in football team. Бұл жерде бар 11 ер адам футболды командада. The babies are happy now. Балалар қазір бақытты. There are 10,000 people in this town. Бұл жерде 10 мың адамдар бар бұл қалада. In this tennis club for families. Is this tennis club? Бұл теннис клубы отбасыларға арналған ба дейді. Енді арғай төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге айтады write true sentence using the words in the box. Яғни дұрыс сөйлемдер жазуымыз қажет. Мына қорапшадағы сөйлемдерді қолдану арқылы дейді. Бірде айтады there is a school in my city. Бұл жерде бар бір қала менің қаламда. Бір мектеп бар менің қаламда. There are many people in my town. Бұл жерде бар көптеген адамдар менің ауылымда, менің қалашығымда. There is a big house in my village. Бұл жерде бар үлкен үй менің ауылымда. There are women and men in my family. Бұл жерде бар әйел адам және ер адам менің отбасымда. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта енді жаңа видеолар өте көп болады. Видеолардан құр қалып қалма, комментарийге рахмет деп жаз, подписаться кнопкасын бас. Goodbye, have a nice day.